Соңғы кезде мынау YouTube'те бізге қарсы шабуыл көбейіп кетті. Әлгінде де байқадыңыздар, лекциямызды бастаған кезде бірден интернеттен үзіліп кетті. Яғни біздің интернетке баратын қақпамызға зор көлемдегі, ауыр деңгейдегі дата пакеттерін лақтырғаны. Яғни сіздің той жасағалы жатқан аулаңызға, сіздің ауылдың кіретін ауыздарына дәу жүк көліктерін көлденең тұрғызып қойып, сіздің құда жарандарыңыз сіздің ауылыңызға жолай алмағаны сияқты, бұл интернеттегі IP адреске шабуыл дейтін, немесе үлкен көлемдегі ақпараттық пакеттерді лақтыру арқылы біздің интернетімізге жалғану мүмкіндігімізді тосу деп аталады. Енді қазір бұлай хакерлік шабуылдар көбейіп кетті. Жуырда ғана Атажұрттың 4 каналының ішінде бірінші каналдан екінші каналға арыз түсті деп, екінші каналдағы видеоны өшіріп тастапты. Және сіздіңге бір ескерту түсті дейді. Айына 3 ескерту түссе, канал жабылады. Сосын Google-ге хат жаздық. Естерің дұрыс па? Мен өзімнің бірінші каналымнан өзімнің екінші каналыма құқық талап етіп, копирайт страйк жіберемін ба? Екеуі де менің каналым. Ол қалай болды? Сонда кім жіберді деп жазып жібердім. Сөйсем, басы қазақша, ортасы орысша, аяғы қазақша жауап келді. Кешірім сұрап, видеоны қалпына келтірді. Әдетте копи страйк жіберу оңай емес. Google-дың YouTube Studio деген бағдарламасына кіресің. Ол бағдарламада алдымен сол сенің видеоңды көшіріп салған видеоның түп нұсқасының сілтемесін саласың. Ол сілтеме болғанда YouTube-тегі сілтемесі емес. YouTube-тегі сілтемесі емес. Оның кәдімгі www World Wide Web-тегі сілтемесін саласың. YouTube сілтеме жарамайды. Сосын сол видеоның түп нұсқасын мынау деп бір саласың, көшірме нұсқасын мынау деп бір саласың. Екіншісі, ол видеоға характер жазасың. Ол сенің шығармашылық видеоң ба, жоқ сенің өзің біреуден пайдаланған видео ма, тікелей эфир ма, офлайн түсірген видео ма, тағы басқа қандай видео, соны жазасың. Үшіншісі, ол видеоның қай бөліміне дейін көшіріп алды. Мысалы, 25 минут, 28 секундтан жаңағы 35 секунд, 36 секундқа дейін, минут 36 секундқа дейін көшірді деп жазасың. Яғни ол күрделі барыс. Осы барыстардың бәрін жаңағы YouTube студиодан менің аккаунтыммен кіріп отырып жіберу керек. Сонда ол қалай менің өзімнің бірінші каналымнан, осы каналдан екінші каналға копи страйк жіберіледі? Мен есім дұрыс па сонда? Өзім арыз түсіріп, демек YouTube-тың ішінде Қытай билігіне және қазақ билігіне жұмыс істейтін сатқын админдер отыр. Олар Америкада болуы мүмкін Қазақстанда. Олар мүмкін жаңағы IT маманы болып, кәдімгі қызметкер болып отырған бұл. Басы бүтін 100% жойып жіберейін десе, оған мүмкіндіктері шектеулі, бірақ сол сияқты қитұрқылықтарды жасауға мүмкіндіктері бар сүмелектер отырған болуы мүмкін. Мен әлгі хаттың бәрін скриндеп жазып, қазір осы YouTube-тың бізге жасаған қиянаты туралы көптеген дәлел фактілерді жинап, енді ақш конгресіне хат кіргізгелі жатырмын. Білесіздер, Facebook'ты де дауласып жүріп, бірнеше аккаунтымызды қайтарған болатынбыз. Жалпы осы YouTube, Facebook, Instagram, TikTok'тан таяқ жегендер Американың конгресіндегі арнайы әлеуметтік желіні бақылап басқаратын конгрестің арнайы комитеті бар. Мынау Азаттық радиосы, тағы басқа Азат Азия, Азат Еуропаның төбесінен қарайтын, соның барлығына сіздердің тіке хабарласуларыңызға болады. Мысалы, әрбір құқы тапталған қазақ сіздің мәселеңізді көтеруге тиіс кезде, мысалы Американың медиасы көтермей қойса, жазбай қойса, айтпай қойса, онда сіздің сол мәселені шағымдануыңызға болады. Ал бүгінгі ақпаратымызда мен мысалы Трамптың мына бір Facebook Truth Social'дағы жазбасынан жазайын. Бұл осыдан 3 сағат бұрын жариялаған. Яғни Алматыда қазір мысалы міне кешкі сағат 9-ға 5 минут қалса, Алматы уақытыменен кешкі сағат 6-да жариялағаны. Онда былай жазады. Assuming Iran agrees to give what has been agreed to. Бұл енді қазақшаға аударсақ, егер де дейді, Иран тарап дейді,
алдыңғы жолғы біз келісілген келісімге қайтадан келетіндей болса дейді. Және тырнақ жақшашын алып қояды. Мүмкін бұны дейді ең үлкен көлемдегі егер деп айтсақ деп қояды. Егер деп айтсақ деп қояды. Сосын ары қарай кетеді. Бұл дейді, онда бұл тарихи аңызға айналған, тарихи дастандық қаһар деп аталатын осы жолғы біздің іс-шарамыздың аяқталғандығын білдіреді. Мынау Трамптың осы жолғы жаңағы Иранға жасаған шабуылдарын білесіздер ғой, мысалы, epic fury. Epic деген, мысалы, біз эпос деп аламыз, эпикалық деп аламыз. Бұл тарихи батырлық жыр дастандарды эпикали деп өстіп айтады. Енді epic fury. Бұл жаңағы сол жаңағы тарихи эпостық қаһар деп аударуға болады. Былайша айтқанда қаһар, ашу-ыза. Неге? Бұл тарихи ашу-ыза деп отыр. Бұл Иранда Американың кегі анау кеткеніне 47 жыл болды. 47 жылдың алдында Иранда мынау Совет одағына арқа сүйнеген Комини деген шал төңкеріс жасап, Американың елшілігін жаңағы қоршауға алып, сонымен екі мемлекеттің бір-бірімен жауласқанына жарты ғасыр болды ғой, 47 жыл. Бұл тарихи қаһар дейтіні, тарихи эпостық қаһар дейтіні осы. Эпикалық қаһар деп аударып жатыр ғой, енді эпикалық қаһар дейікші. Болғанына міне осы. Енді осы эпикалық қаһардың аяқтайтындығын білдіреді дейді. Бұл деген сөз не? Екі тараптың қазір келісе алмай отырған, мысалы, 1000 мәрте әлеуметтік желіменен батыс ақпараты жазып, 1000 қыртып отырған, 1000 сан мақала, 1000 сан шолудың шоғыры мынау. Иранда атом бомба болуы керек па, болмауы керек па? Иранда атом қаруы болуы керек па, болмауы керек па? Осы ғана. Иранның соңғы қойған талабы, біз атомнан бір жолда бас тартпайық, бірақ сен алдымен Қормұз бұғазын аш. Қормұз бұғазын ашқаннан кейін біз асықпай 10 жылдың көлемінде атомнан бас тартайық дейді. Америка оған келіспей отыр. Атомнан қазір бас тартсаң тарттың, қазір бас тартпасаң әкеңді танытам деп отыр. Осы бір ғана нәрсеге тіреліп отыр. Трамптың принциптік мәселесі де осы. Осы бір ғана нәрсе. Иран басында бас тартпаймыз деді. Тубаста Иранның жаңағы келісімге келген келіссөз өкілдері өздері қателесіп, біздің қолымызда 460 келе 60% байытылған уран бар. Біз бұнымен 11-де 12 дана атом жаңағы оқпасын жасай аламыз деді. Болып бітті. Осы бір ауыз сөз үшін Иран таяқ жеді. 460 келе байытылған уран. Бұл деген сөз, олар кез келген уақытта әлемге атом соғысын бастай алады. Міне осыдан барып соғыс басталды. Білесіздер, Иран бауырым, Иран дін мұсылман деп жүрген біздің Қазақстандағы топас дінкештердің жаңағы Иранға деген тілектестігі кезінде мен бір сұрақ қойдым. Айналайын топас дінкештер. Сонда Иран атқылап жатыр Араб бірлескен әмірлігін. Біріккен Араб әмірлігін атқылап жатыр. Сонда Араб саған дін бауыр емес пе? Сен сүннитсің ғой, Араб та сүннит. Иран оның қасында шиға ғой, ол сенің пайғамбарыңды да мойындамайды ғой. Сен салауат айтатын пайғамбарды да Иран мойындамайды ғой. Сонда біздің Қазақстанның дінкештері, әлеуметтік желіде дінкештері екі түрлі. Біріншісі, олар тап-таза Ресей немесе Қытай идеологиясына қызмет істейтін адамдар. Олар Иранды әтей дін бауырым деп, мұна топас, саясаттан хабары жоқ халықты алдағысы келеді. Сөйтіп олардың бір Иранға деген дін бауырымызды анда айдаладағы бір кәпірге тепкілеп жатыр екен деген жалған түсінік қалыптастырады. Бұлар КГБ-ның немесе Қытай ұлттық қауіпсіздігінің адамдары. Екіншісі, ол шешесінен туғанда шекесіне топас деген таңба басылған кәдімгі дінкештер. Оны сен тозақтың отында 10 000 жыл өртесеңде, ол ақиқатқа қайтпайды. Ол дінкеш әрі топас. Әрі дінкеш әрі топас. Шекесінде топас деген, шешесінен туғанда шекесіне таңба басылып жерге түскендер.
Бұндай немелерді сен оны тек тозақтың оты ғана тәубесіне келтіру мүмкін. Миллион жыл жаққанда барып тәубесіне келу мүмкін. Бұндай қырсықты әрі топас, әрі надан дінкештер. Мен сол дінкештердің көбіменен жаңа хат жазып, желіде сөйлесемде, сен Иран дін бауырың екен, мақұл, мен қарсы тұрмаймын. Иранның қазір бомбалап жатыр ғой, Дубайдың тасталқанын шығарды. Сонда Араб Бірлескен Әмірлігі саған дін бауыр емес пе? Сауд Арабия дін бауыр емес пе? Түркияға да қаратып зымыран атты ғой. Түркияға атылған зымыранды НАТО-ның кешені атып түсірді. НАТО-ның кешені болмаса, мүмкін Стамбулыңның да күл талқаны шығатын шығар. Сонда саған Түркия дін бауыр емес, Араб Бірлескен Әмірлігі дін бауыр емес, Сауд Арабия дін бауыр емес. Қажылықты сен қайда жасайсың? Иранға барып қажылық жасайсың ба дедім. Бір есек бас болғанда есек бас, дінкеш біреу дауласып қоймай қойды. Соған айтам, сен қажылықты Иранға барып жасайсың ба десем, Меккеге дейді. Сол Меккеге қаратып ана оқ атып жатқан жоқ па? Иран оқ атып жатыр ғой. Сенің дін бауырың, сен қажылық жасайтын Меккеге оқ атып жатыр ғой. Енді бұған не дейсің деймін ғой. Сонда бұл дінкештерге сөз өтпейді екен. Яғни бұл жаңа фанаттық деңгейге өтіп кеткен, немесе кәдімгі форма киіп тұрып, не форма кимей тұрып, Қытай мен Ресейдің барлау қызметіне жұмыс істейтін қазақтарға сенің сөзің зая екен. Мысалы, Шахановшылдарға біз 100 дәлел келтірдік, халықаралық ақпаратты келтірдік, Қазтаг ақпарат, Қазақстандағы оппозициялық медиа, Жасалашты келтірдік, анау сол кездегі адвокатымыздың сөзін келтірдік. Міне Серікжанның үстінен Шаханов арыз жазған, міне бас прокуратураның Серікжанды айыптау актісінде Шаханов куәгер болған, Шахановпен бірге куәгерлердің қатарында мына қазақтар бар деп тұрып, адвокат, сол кездегі адвокатым, кейін одан бас тарттым дедім ғой, сол кездегі адвокатым жариялап тұрса, әлгі Шахановтың фанаттары, мен оны біліп отырмын, олар да Қытай ұлттық қауіпсіздігіне немесе Қазақстан ұлттық қауіпсіздігіне жұмыс істейтіндер. Сен Шахановтың тырнағына татымайсың, сен Шахановтың қолынан сотталғаныңа тәуба де, Шахановқа рахмет айт дейді. Сонда Шаханов мені соттатып жіберген үшін мен оған рахмет айтады екенмін. Міне логика. Сонда мынау жаңағы Иран дін бауыр деп қоймайтын, Америка біздің дін бауырымызға шабуылдап жатыр деген әрі топас, әрі надан, әрі жаңағы жахил дінкештерге айтыңдар. Сонда Иранның соққысын ұшыраған Түркия, Сауд Арабия, Араб Бірлескен Әмірлігі саған дін бауыр емес пе деген бір ауыз қойып қой. Сонда не деп ақталады екен? Міне бұл жердегі әңгіме осында тұр. Енді міне жерде Трамптың сөзі тұр. Егер Иран дейді, келсе дейді, онда біздің жаңағы эпикалық қаһар іс-шарамыз аяқтайды дейді. Ал дейді, біздің жоғарғы деңгейдегі Қормұз бұғазына жасап отырған құрсаулауымыз дейді, Иранды қамтыған барлық тараптарға ашылады дейді. Иранды қамтыған барлық тарапқа ашылады дейді. Талап не? Сол бір ғана талап. Көрдіңіз ба? Егер олар келісімге келмесе дейді, онда бомбалау жалғасады, тіпті бұл арада бақытсыздығы дейді. Бұл жерде дейді, өкінішке орай дейді. Бұл бомбалаудың көлемі дейді, және оның қуаттылығы бұрынғы кез келген уақыттағыдан да зор болады дейді. Сіздердің бұған көңіл бөлгендеріңізге рахмет. Президент Дональд J. Трамп деп жазады. Міне жерде Трамптың осыдан 3 сағат бұрын Алматы уақытымен кешкі сағат 6-да жазған бұл Truth Social'дағы жазбасында Hormuz Strait to be open to all дейді. Барлық адамдарға, all деген барлығың деген сөз, бәрін ашылады дейді. Бәрін ашылады дейді. Including Iran дейді. Демек, Шалекеңнің бүгінгі сөзіне қараған кезде Шалекең ашық талап қойып отыр. Не ары, не бері. Не ары, не бері. Бұл енді аяқ астынан сахнаға секіріп шыққан Иран-Қытай қатынасы. Аяқ астынан қалқараға біз мына Иран мәселесінде біз төрелік жасаймыз деп өздерін әлемге жарнамалап жатқан Қытайдың билігінің кезінде мынау сол Трамптың 3 сағат бұрын Қытай билігіне берген жауап болды. Қытайың бола ма, Ираның бола ма, екеуің бірігесің ба, бірікпейсің ба,
Осы дүниеде сендер ғана ұлы боласыңдар ма, мейлі, маған бәрібір, бірақ бір нәрсе керек, келісім. Яғни атомнан бас тарту. Ана 460 келе байытылған уранды бізге тапсырасыңдар. Болды. Егер тапсырсаңдар, болды, қорымыз бұғаз ашылады. Бәрін ашылады деп. Тапсырмасаңдар, онда бомбалау бұрынғыдан да көлемі дейді, және қуаты жағынан бұрынғыдан әлде қайда зор болады. Яғни, жеті әкеңді емес, 70 әкеңді танытамын деп отыр. Бұл деген сөз, кеше Марко Рубионың сөзін тыңдап қалдым. Кеше жүгіріп бара жатып, құлағымда жаңағы Fox News-тың хабарын салып тыңдап келе жатқам. Сөзсем Марко Рубио Иран тарапқа ескертеді. Сендер дейді, Америкамен ойнаспаңдар дейді, негіз ойы. Кем дегенде Трамп билік жүргізіп тұрғанда ойнаспаңдар дейді. Марко Рубионың сөзінің астында сөз бар. Мен күліп кеттім. Неге? Обаманың кезінде Иранға тізе бүгіп тұрып, $1 миллиард ақша берген. Сенбесеңдер, Google-ден іздеңдер. Обама қанша $1 миллиард ақша берді. Сөйтіп Иран Обаманың өкіметін алдады. Біз, сен ақша берсең, біз мынау дағдарыс болды, сендердің мына құрсаулауың қиын болды. Енді Обама өзін кінәлі сезініп кеткенде Иранды бәленбай 40 жыл, Обаманың кезінде 40 жыл шығар енді. Жаңағы 40 жылға таяған құрсаулаудың кезі. Біз енді қиналып кеттік, ақ болды, көк болды, жаңағы ақалай көкалай десе Обама жанашып кетіп жаңағы. Болды, сендер уранды байытпасаңдар болды, атом жасамасаңдар болды. Ақша деген мәселе жоқ қой, біз салфетка өндіретін қағазды, ақша өндіретін аспапқа салып жіберсек, салфетка емес $1 болып шығады деп, жаңа ұшаққа тиеп, кәдімгі ұшаққа тиеп отырып, Иранға $1 жөнелтеді ғой Обама. Бұл шын болған оқиға. Шын болған оқиға. Әр жол Иран атом бомба жасайым дегенде, Американың жаңағы солқылдақ билік иелері мәселені артқа ысыра берген. Неге? Ол 4 жыл болады, немесе 8 жыл болады. Мысалы, Обама 2 рет отырды, 8 жыл. Менен кейінгі президенттер шешсін, тура менің кезімде басымды қатырмайын деп, мәселені артқа ысыра берген. Ал араның ұясын көріп тұр, басын тығып алатын Трамп деген кісіге келгенде, Иранның бұл амалы іске аспай қалып отыр. Мынау көп адам ойлайды, мына Иранның билеушілері жынды ма, есерсоқ па, айналдырып бүкіл елді бомбалап шыққан несі. Мысалы, Араб Бірлескен Әмірлігі Дубай деген Иранның 47 жылдан бері жан сақтап отырған жері ғой. Компанияларын сонда тіркеді, миллиардтарын сонда қойды. Сол Дубай арқылы бұлар санкция салынған тауарды алып отырды. Дубай арқылы бұлар бұлай істеп отырды. Енді неғып бұлар Дубайды бомбалап жатыр дейді. Түркия тіпті Иранға тілектес болды бір кезде. Мысалы, Ердоған дейтін шалыңның сөйлеген сөзін мен тыңдадым. Ол шалың деген тамағың көніп, даусын деген. Бүйтіп тұрып, жаңағы не дейді? Жаңағы Иран болсын, Шиға болсын, біздің қардашларымыз деп шалың деген пиарды жібереді ғой. Неге? Неге шал сөйтеді? Бұл жердегі әңгіме мұнда да Ердоған бүкіл дүние жүзіне өзін бір түрлі мейлі шиға бол, сүннит бол, бүкіл жер жүзіндегі мұсылманның бір басқалқасы, қорғанышы, қорғаны, қормалы деген бір образды қалдырғысы келеді. Шал сондай жұлдыз ауруымен ауырады. Ердоған шал өзін Османлының сұлтаны сезінеді. Ол мына Түркияны бірақ күнде Cumhuriyet деген, яғни республика деген атаудан кетіріп, Түркия Cumhuriyet емес, Түркия сұлтанлыққа қылып алғысы келіп отыр. Ол Түркияның атын өзгертіп, жаңағы бұрын Османлы империясы болса, мынау Ердоғанлы қылып жібергісі келіп отыр. Енді ол сөздің шыны. Бүкіл түріктің қолындағы паспортты да жаңа Түркия Cumhuriyeti дегенді алып тастап, жаңағы Ердоғанлы империясы деп өзін император қылып жариялағысы келіп отырған шал. Енді ол да қанша жыл отырды білесіңдер ғой, Назарбаевтан кем емес ол да. Бірақ Ердоғанның кезінде не болды Түркия? Лира құнсызданды. Дүниедегі ең құнсыз ақшалардың бірін айналды. Ердоғанның кезінде не болды Түркия? Бір ғасырдан артық
2 ғасырдан артық тауар өндіріп отырған, киім өндіріп отырған цехтарды Қытайлар келіп банкрот қылды, сатып алды. Жұрт ойлайды, Ердоған неге сөйтті деп. Ердоған Назарбай емес қой, бизнесті білмейтін. Ердоған көзін ашқаннан сол бір сиырынан 2 шөлмек сүт алса, соның 1 шөлмегін сататын сарт мінезді саудагер отырақшы халықтың баласы ғой ол деген. Қазақ емес ол. Назарбай емес. Назарбай Совет кезінде ол қысқасы бәрі жоспарлы нәрсе, өндіріс ашу, тірлік жасау деген ол Назарбаевтың санасына, нарықтық қатынас деген Назарбаевтың санасына кірмеді. Ол барлығын не аптеп жұтып алу, не аптеп қиратып тастауды ғана біледі, бұйрық беру ба. Ол қысқасы Назарбаев бір система жасады, анау қағазбастылық, номенклатура, әміршілдік, бұйрықшылдық, советтік, коммунистік бір жүйені жасады. Коммунизм әбден сасығысы мүмкін, бүкіл адамзат коммунизмнен жеркене бастағанда жаңағы тонын теріс айналдырып өтірік демократ болып шыға келді. Ердоған да Назарбаев. Бірақ Ердоған неге солай істеді? Бұл жерде мындай нәрсе бар. Ердоғаннан бұрын Түркияда қаржылық алпауыттар қалыптасып қойған. Ердоған мақсатты түрде, Назарбаев сияқты емес, мақсатты түрде Түркиядағы осы магнаттарды құртуды жоспарлады. Неге? Түркиядағы магнаттарды құртпаса, Ердоғанға бәсекелес кез келген уақытта шығады. Бұл миллиардерлерді, бұл кәсіп иелерін құрту керек. Ал бұл кәсіп иелеріне түріктің ежелгі ескі дәстүрмен бұлардың бәрі алып сатар саудагер, порт иелері, шетелмен сауда жасайтын импорт-экспорт трейдерлері, немесе тауар өндірушілер. Ал түркиялық тауар өндірушілерді қалай банкрот қылу керек? Түркияның тауарынан да арзан тауарды тек Қытай әкеледі. Ал Қытайдың тауарын кіргізсе, Ердоғанның өзі және ұлы қызы қайтеді, Қытайдың тауарынан салық алады. Ал Қытайдың тауарынан салық алады. Ол сол салық алғанның өзінде де ол Түркиядағы тауар өндірушілердің тауарынан арзан. Бүкіл нарыққа кіргізіп тастады. Ал нарыққа кіргізіп жіберген кезде Түркияның киім, мата өнеркәсібі, құрым, жаңағы киім-кешек тері өнеркәсібі, жаңағы теріден жасайтын сүмке-мүмке, анау-мынау белбеу өнеркәсібі, қысқасы өндіріс, адамзаттың керекті жаңағы мата, жаңағы анау-мынау өндіріс, шұрым-бұрым өндірісі бірақ қирады. Ердоған бұл жерде бір оқпен 2 қоянады. Бірі Қытайдан ақша алып отырды. Өзі миллиардер болды. Отбасы, ұлы, қызы, күйеу баласы миллиардер болды. Екіншісі, өзіне қарсыласу мүмкін Түркияның дәстүрлі бизнес алпауыттарын Қытайдың қолымен қиратты. Міне. Ердоғанның айлакерлігі осында жатыр. Енді қараңдар, сол Ердоған Иранды қолдап, қолпаштап, менің шиға қардашларым деп, тамағын кенеп тұрып, шалың, үстел топықтақ тұрып, әдемі сөйлеп еді ғой. Соның өзіне Иран оғады. Бұл жерде Иранның дүлейлігі өзін қорғаштайтын, рухани қорғаштайтын Ердоғанға оғату арқылы НАТОның шамына тиді. Неге? Ол Ердоған анау-мынау дегенмен, ол НАТОның құрамындағы түрік. НАТОға ол Ердоғаннан бұрын анау 50-ші жылдарда түрік кіріп қойған. НАТОға қаратып оғатты Иран. Арабтарға қаратып оғатты. Енді қазір Трамп осы жолғы соғысты біраз жерге дейін апарғаннан кейін Шалекең жаңағы постында жазғандай, болды сен атомнан бас тартсаң мен тоқтай қояйын дегенге келіп отыр. Бұл шалдың постының мәні не? Қытайға берген сигнал. Мен тоқтаймын, мен ары қарай соғысқым жоқ. Егер сен менің идеямды білдің ба, онда сен осы бойынша жұмыс жаса. Қытай неге мүдделі? Қытай бұл соғыстың тоқтауынан неге мүдделі? Неге? Ол Ираннан арзан мұнай алып отыр. Ираннан алатын мұнай Қытайдың 40-50% ұстайды. Бейресми деректерде Қытайдың заңсыз жеке меншік жаңағы контрабандамен мұнай таситын компанияларын қосып есептегенде Қытайдың Ираннан алатын мұнай жалпы Қытайдың мұнай тұтынымының тіпті жартысынан да жоғары дейді. Америка қаржы министрлігі Қытайдың 5 ірі мұнай химия компаниясына санкция салды.
банк есеп шоттарымызда халықаралық есеп айыра алмайды. Қытай бірден оны ұлттық компания деп жариялап бытқып жатыр. Мысалы, Сингапурдағы жаңа 5 компанияның біреуіне тәуелі компанияны ұлттық компанияның еншісінде деді ма, бытқып жатыр. Осындай жағдайда шалдың жаңағы 3 сағат бұрынғы жазбасы Қытай мен Иранға берген сигнал. Менің бірақ талабым бар, қой десең қоя қоям, қорымызды аш десең аша қоям. Бірақ талабымды орында деп тұр. Қытай оған мүдделі. Қорымыздың ашылуы Қытай үшін алғанда өте пайдалы болады. Енді Қытай Трамптың өстіп түсіп тұрған кезінде, Қытай орайды пайдаланып қалсын деп, өзінің көзқарасын ашық айтып отыр. Бұл жердегі үлкен гәп осында тұр. Енді Трампты көп адам түсінбей қалды. Мысалы, кеше Трамп арнайы қорғағыш кемелеріменен Қормұз бұғазының ішкі жағында қамалып қалған кемелерді сыртқа шығара бастады. Ішке кіретіндерін ішке кіргізе бастады. Ана кемелер ішінде Қытайдың 100-ге жуық кемесі қамалып отыр екен. Әр кемеде бәленбай 100 адам. Жаңағы кемелердің ішінде де қанша адам дейді, білмеймін, санамадым, өздеріңіз табарсыздар. 15 мың, 20 мың адам сол кемелерде қалған. Кемені тастап кете алмайды. Кеме жұмыс істеу керек. Ішінде азық түліктері босап кеткен. Қытайлардың анау көкөніс жемесе Қытай жаңағы іші қатады, білесіздер. Көкөніс жейді Қытай.